Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Гүлханым полуфабрикатын дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындаңыздар. Өте әдемі, сочный болып шығады. Ендеше бастаймыз. Бізге қажетті заттар: жоғары сортты ұн, салқын су, тұз, жұмыртқа, сұйық май қажет болады. Ыдысымызға жоғары сортты ұнымызды салып, ұндарыңызды міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар. Тұзымызды, сұйық майымызды, жұмыртқамызды салып және салқын суымызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Біздің илеп жатқан қамырымыз өте қатты болады, сондықтан да июін қандырып, жақсылап илейтін боламыз. Артық еш нәрсе қоспаймыз. Сіздерде граммен есептеліп берілген описаниеде рецепті қалдырдым, сол бойынша жасаңыздар. Мінекей, біздің қамырымызды июі қандырып илеп алдық. Енді осы қамырымызды 10-15 минутқа пакетке салып, бөлме температурасында қалдыратын боламыз. Мінекей, 10-15 минут уақытымыз өтті. Тағы да осылай илеп, 2-ге немесе 3-ге өз ыңғайларыңызға қарай бөліп алыңыздар. Бөліп алған қамырымызды осылай дөңгелекше етіп жасап аламыз. Бөліп алған қамырларымыздың әрқайсысын жеке-жеке пакетке 1 шай қасық сұйық май құйып, 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Міндетті түрде комнатный температурада қалдырыңыздар, мұздатқышқа салмаңыздар. Енді салмасын дайындаймыз. Туралған пияз, тұз, қара бұрыш, аздаған картоп және теркадан өткізілген сәбіз, сұйық май етімізді салып, жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Жалпы осы Гүлханымды дайындаған кезде туралған етті қолданғаныңыз дұрыс болады. Грамдары сіздерде описанияда берілген, сол грамм бойынша барлығын жасаңыздар. Біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызды әдемі етіп жаятын боламыз. 1-1,5 сағат уақытымыз өтті. Қамырларыңызды үлкен етіп жайғыларыңыз келмесе, онда әрбір қамырды 250-300 грамнан бөліп алып, жайсаңыздар болады. Қамыр кішкентай болғандықтан ол кезде тез жайылатын болады. Пакетке сұйық май құйған себебіміз қатыру барысында жарылып кетпес үшін және илеген кезде өте ыңғайлы болып келеді. Сондықтан да 1 шай қасық сұйық май құйып қалдырдық. Қамырды шамамен 1-1,5 мм қалыңдықта жаямыз. Шамамен 5 сантиметрде қашықтықта кесіп аламыз. Енді салмасын салып, салмасын бір бетіне ғана саламыз, екінші бетін жауып, дәл осылай орап, Гүлханым жасайтын боламыз. Ораған кезде қыздар тығыз етіп ораңыздар. Қамырымыздың құрамында май болғандықтан жарылмайды, езілмейді және өте әдемі болып көрінеді.
дәл видеода көрсетілгендей етіп жасайсыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін біздің гүл ханымдарымыз дайын. Ас болсын.